Қымбатты оқушылар, бүгін бізде қазақ тілінің көне түркі жазбалары және қазақ жазуы атты бөлімнің 6-шы сабағы. Сабақтың оқу мақсаты мәтіннен алынған дәйек сөздерге, үзінділерге сүйене отырып, көтерілетін мәселені болжау, оқылым және тыңдалу материалдары бойынша мәтіннің баяндау желісін сақтап, әр бөлігінен алынған ақпараттарды жинақы мәтін жазу. Сабақ мақсатына негізделген бағалау критериялары. Мәтіндегі ой түрткі сұрақтарға жауап береді, ішінара ізденушілік жұмыстарын жүргізеді. Кестеде берілген дұрыс жауаптарды сәйкестендіресіңдер. Жауаптарды тексеріңдер. Жарайсыңдар. Дұрыс, сабақтың тақырыбы Ахмет Байтұрсынұлы түзген қазақ жазуы. Берілген мәтінді мұқият оқып шығыңдар. Бірінші тапсырмаға дескриптор. Мәтінді түсініп оқиды, мәтін стилін анықтайды. Дұрыс. Публицистикалық стиль. Сұрақтарға жауап беріңдер. Қазақ жазуының бастау арнасы қай жазу болып саналады? Жазу, графика, әліпби ұғымдарының арасында қандай байланыс бар? Бірінші сұрақтың жауабы араб жазуы, екінші сұрақтың жауабы жазу, графика, әліпби, жазу құралдарының жиынтығы. Екінші тапсырма Ахмет Байтұрсынұлының жаңа қазақ әліпбиі жасауда сіңірген еңбек туралы мәтінді мұқият тыңдаңдар. Қазақтың ұлы ғұламасы Ахмет Байтұрсынұлының халқы үшін істеген игі істерінің ішіндегі ең шоқтығы биік қызметінің бірі араб жазуына өзгерістер енгізіп, қазақ әліпбиін алфавитін құрастыруы.
Осы арқылы ғалым қазақ халқының тез сауаттанып, хат тануына, оқу білімге деген құштарлығының ояуына ерекше ықпал етті. Жазу дегеніміз шын мәнінде кез келген халықтың рухани деңгейі мен мәдени дамуын көрсететін негізгі құрал. Ғалым осы құралды ұлттық деңгейге көтеру жолында жан аямай еңбек етіп, тер төкті. Себебі сол кезеңге дейін ұзақ ғасырлар бойы қолданыста келе жатқан араб жазуының халықты тез әрі жаппай сауаттандыру жолында үлкен кедергілер мен қиындықтар бар еді. Ахмет Байтұрсынұлы осы кедергілер мен қиындықтарды жоюдың ең басты тәсілі араб жазуын қазақ тілінің заңдылығына сәйкес реформалау деп білді. Бұған дейінгі қолданып жүрген араб жазу жүйесінің көп деген кемшіліктері бар еді. Аталған жазудың кемшіліктері халықты сауаттандыру ісін тежейтінін түсінген Ахмет Байтұрсынұлы 1910 жылдардан бастап араб жазуын қазақ тіліне ыңғайластырып, жақындатуды қолға алады да, оны 1912 жылдардан бастап қолданысқа енгізеді. Ахмет Байтұрсынұлы бір халықтың әліпби жүйесін екінші бір халық қабылдағанда, оны өз тіліне икемдеп үйлестіру қажеттігін, олай етпеген жағдайда әріп мәселесін дұрыс шешім таппайтынын 1924 жылы өткен қазақ білімпаздарының тұңғыш съезінде ашық түрде айтқан еді. Ахмет Байтұрсынұлы араб жазуына өзгеріс енгізгенде ежелеусіз төтек оқу қағидасын басты принцип ретінде ұстанып, оны қазақ тілінің дыбыстық заңдылықтарына икемдеді. Дескрипторлар көтерілген мәселені болжайды, негізгі ойды түртіп алу әдісімен жазып алады. Болжаған мәселені негізге ала отырып, жинақы мәтін жазады. Тапсырманы орындаңдар. Жазған жұмыстарымды мұғалімге балалар тексеруге жібересіңдер. Бүгінгі сабақта күрделі сөздерді дефис арқылы жазатынын білесіңдер. Біріншіден, дефис арқылы жазылатын екі сөзден құралған фамилиялардың екеуі де бас әріптен басталып жазылады. Мысалы, Ван Дейк, Семенов, Тяньшанский тағы басқалар. Екіншіден, орыс тілі арқылы деген енген географиялық атаулар, жалқы есімдер орыс тіліндегі түрінде жазылады. Мысалы, Орехово, Зуево, Лос-Анджелес, Рио-де-Жанейро, Куала-Лумпур тағы басқалар. Үшіншіден, орыс және шетел қалалары көшелерінің, алаңдарының тағы басқа аттары орыс тіліндегі түрінде, бірақ орыс тіліндегі сын есім көрсеткішінсіз жазылады. Мысалы, Садово-Кудринск көшесі, Уолл-стрит, Гайд-парк тағы басқалар. Үшінші тапсырманы орындаңдар. Қосарланған күрделі атаулардың жазылуына 5-6 мысал келтіріңдер. Осы тапсырманы да мұғалімге тексеруге жібересіңдер. Рефлексия. Менің сабақтан кейінгі әсерім кестені толтырыңдар. Қандай ой пайда болды, не сезіндім?